Студияда психолог Нұргүл Молдабайқызы, журналист Мәдина Махамбетқызы. Қайырлы кеш, ардақты тыңдаушы, құрметті ағайын, жан әлемі хабарын тыңдауға баршаңызды шақырамыз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, сонымен қатар психолог маман Нұргүл Молдабайқызы. Сәлеметсіздер ме? Ал сізбен бізді байланысқа қосатын әдеттегідей саунд операторлар Зәмзәгүл Уәлиханқызы, сонымен қатар Назар Найзабек. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі тақырыпқа кіріспес бұрын өздеріңізге хабардар ете кетейік. Жан әлемі психологиялық танымдық хабары тікелей эфирде. Қояр сұрақтарыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. 1 сағат өздеріңізге қызмет етеміз. Байланыс телефонды хабарлап өтейін. 8-700-755-33-55, яғни бұл WhatsApp желісіндегі нөміріміз. Ал тікелей толқынға 8-717-2-75-72-75 телефон нөміріне хабарласу арқылы өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Әріптесіміз Зәмзәгүл Уәлиханқызы сіздерді байланысқа қосады. Студиямызға қош келдіңіз, Нұргүл. Әр эфир сайын осы елімізде демей қойын, адамның жан әлемінде болып жатқан мәселелерге тоқталамыз. Соны тарқатып түсіндіруге, я болмаса бағыт-бағдар беруге тырысамыз, шама-шарқымыз келгенше. Менің ойымша, енді екеуміздің Мәдина жасап жатырған дүниеміз адаммен бірге болу. Иә, адамның құндылығын түсіндіру. Адамның құндылығын және адам деген кім? Адам жүйесі, жан жүйесі. Енді Жүсіпбек Аймауытов басқа елде, басқа мемлекетте психология болмаған тұста 26 жылы адамды жан жүйесі деп айтып өтті ғой. Иә, сол Жүсіпбек ағамыздың артынан ілесіп, жан жүйесі туралы, адам туралы осы жерде тілге тиек етіп отырмыз. Өте дұрыс айтасыз. Нұргүл, осы ретте сіздің инста парақшаңызға өзіңіз жариялаған жазба бар. Яғни бүгінгі хабарды хабарлағансыз, тікелей эфирде өтетіндігін айтқансыз. Сонымен қатар бір мысалны жазып өткен екенсіз. Түсінікті болу үшін осы жазбаны оқып берейін. 1976 жылы Чоучила қаласында 26 баланы террористер алып кетеді. Балалар бірнеше күн өмір мен өлімнің күресін бастарынан өткеріпті. Осы оқиғадан кейін сол 26 баланың 25-і ауруға шалдығып, ұйқыдан қалып, тіпті есейе келе өзгелерге зорлық зомбылық жасауға бейім болады. Соған қарамастан балалар өмір сүруден қорқатын болған. Тек Боб Баркли деген бала пәк дені сау күйінде қалыпты. Енді осы ретте менде сұрақ туындап тұр. Бұл бала қалай аман қалды? Қалай дені сау, пәк деп көрсеткенсізді? Бұл зорлық зомбылықтан қалай аман қалып отыр? Бұл жазбаны жариялаған себебім, енді сізде көп нәрсеге журналист ретінде қарайсыз ғой, Мәдина. Менде осы қоғамда болып жатырған түрлі құбылыстарға, қазір енді коронавируспен тағы да басқа мәселелермен халқымыз кездесіп жатыр. Осындай қиын-қыстау сияқты тұста бұл құбылыстарға мен маман ретінде қараймын. Және адам ретінде қарауда маман ретінде қарау басымырақ та. Өткен адам жанымен айналысып отырғаннан кейін адамға маман ретінде қарап кетем кейде. Сондықтан осы тұста енді осы оқиға менің есіме түсті. Бұл оқиға арқылы айтқым келгені, тап қазір мысал үшін сізде, менде, менің елімде коронавируспен бет-бе-бет кездесіп отыр. Сол 26 баланың террористік хайуандық әрекет қой. Сол әрекетпен кездескен сияқты. Өмір мен өлім. Өмір мен өлім мәселесімен кездесті да, сол сияқты қазірде бізде өмір мен өлім мәселесімен кездесіп отырмыз. Осы тұста кейбір адам аман қалады. Кейбір адам қорқынышына бой алдырады. Үрейден шыға алмай қалады. Сондықтан осы тұста кішкене бір ой салайын деп, және де осы бағдарламамызда енді
екеуміздің де жалпы қазақ радиосының алға қойған мақсаты қызмет ету адамға. Сондықтан осы туралы тарқатып айтып түсіндірсек деген бір жазба болды. Хабар барысында енді толықтай тарқата жатармын. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің бағдарламамыз тікелей эфирде. Қояр сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Нұргүл бізге әріптесіміз Замзагүл Уәлиханқызы белгі беруде, яғни бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Иә, тікелей толқындасыз. Өзіңізді таныстырыңыз. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Сұрағыңыз? Саламатсыз, мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын сізге. Жалпы бала тәрбиесіне келіп тоқтайтын болсақ, менің өзім балдарым жалпыда 8-9 сынып оқушылары. 5-ші класста да бар, 5-ші класс оқитын қызым да бар. Бірақ менде осы 8-9 оқитын балдарымда сәл бұрынғы кішірек кезіндегісінен қазір уже ауытқып жатқан сияқты да мінездері. Кешіріңіз, атыңыз кім болады? Есіміңіз кім болады? Есім Маржан. Маржан, иә. Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Иә. Маржан, 8-9 сыныптағы балаларыңыздың тұла бойынан бір іздеп отырсыз бір дүниені, да? Иә. Сол жаңағы бұлар уже қалай айтсам болады екен, жаңағы бұрынғыда емес па енді, кіші бала кездегідей емес. Жаңағы кез келген мысалға мен мына жер дұрыс емес, былай дұрыс емес дегенге уже басқаша олар реакция береді. Қабылдайды. Басқаша қабылдайды, уже тез сөз қайтарады, ашуланшақ болып тұр да балдарымша. Соларға қалай кей кезде жаңағыдай қатты ұрысып та қаламыз, бір-бірімізді жақсы түсінсамаймыз кей күндері да. Сол балдармен дұрыс қарым-қатынастар болу үшін. Маржан, 8-9 сыныпта оқитын балаларыңызға ұрысқан кезде, әйтпесе өзіңіздің тіліңізді алдыртқыңыз келген кезде сіз не мақсатты көздейсіз? Не мақсатты көздейсіз дейсіз ба? Иә. Өте қиын сұрақ, өте ауыр сұрақ, бірақ та осыған жауап беріп көріңізші, сол жерден жауап табылатын сияқты. Қайттан қойып жүрсіз сұрағыңызды? Жолда едім. 8-9 сыныпта оқитын балаларыңызға тіліңізді алдыртқыңыз келгенде, соларға айтқаныңызды жасатқыңыз келгенде, нені көздейсіз, не мақсатты көздейсіз? Мақсатым жаңағыдегі сол тапсырманы, мен тапсырған тапсырманы олар соны жасап қойса екен деймін да. Яғни ол бала сіздің дегеніңізді істету керек. Істеу керек. Дегенді істемесе де, бірін істесе де, бірін кей кездерде мүлдем құлақ аспай қояды. Жалпы айтқан кезде енді получается сонда ол балаларыңызға сіз мынандай екеуіңіздің араңызда конфликт болады, сіздің айтқаныңызды жасамайды ол балалар. Осыған байланысты конфликт шиеленіс болып тұр ғой. Бірде жасамайды. Бірде жасайды, бірде жасамайды. Яғни осы жерде сіздің қынжылып тұрғаныңыз, сіздің айтқаныңызды жасамаған үшін қынжылып тұрсыз ба? Жоқ, әлде балаларыңыздың өзінің бір жеке адам ретінде өзінің бір қалауы бар ма екен деп үңіліп көрдіңіз ба осы балалардың жан дүниесіне? Жеке қалау не, бұлардың телефон ғой жеке қалау. Телефон ойнап жатса. Яғни сіздің 8-9 сыныпта оқитын балаларыңыз тек жеке қалау телефон болды. Қалау, жеке қалау, телефон. Мен оларды артық жұмыспен жұмсамасам, үйдің тірлігіне да. Маржан, неліктен деп ойлайсыз осы сіздің балаларыңыз 8-9 сыныпта оқитын балаларыңыздың жеке қалауы телефоннан аспай қалды? Соны өзімді жөн түсінейін, телефонда. Неге олардың жеке қалауы телефонға, яғни осы өмірден виртуалды өмірге өтіп кетті балаларыңыз? Бұған сіз ана ретінде қалай үлес қостыңыз? Жанды өмірден жансыз өмірге, иә? Жоқ, мынау осы өмірден, тірі өмірден, реальная жизньнан виртуалды өмірге бала кетіп тұр ғой. Соған қалай кетіп тұр? Осыған өзіңіздің бір қосқан үлесім бар деп ойлайсыз ба? Сол телефонға кетіп қалғанына ма? Мен телефонға кетіп қалғанына қандай үлесіңіз бар деп отырсыз ба? Иә. Тап осы сұрақты қойып отырмын. Бұл жерден балдарды кінәлаймыз да, жалпы өзімізде мәз емеспіз ғой, өзімізде кетіп қалғанбыз бүйтіп қарап тұрсақ ша. Міне Маржан, тыңда көріп тұрсыз ба? Бұл жерде негізі психолог
жауап беруден гөрі сұрақ қою арқылы сіздің жан дүниеңізден өзіңіздің жауап тапқаныңызды қалайтын маман иесі. Бұл жерде менің айтқым келіп тұрғаны, балаларым тілімді алмайды дейсіз. Бірақ сол баланың тілі, сол баланың жанын ана ретінде сіз 8-9 сыныпқа дейін естіп көрдіңіз ба? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, 8-9 сынып деген 15-16 жастың баласы. Ал бала оның өмірге деген, ата-анаға деген сенімі, осы әлемге деген сенімі негізі 9-12 жасқа дейін қалыптасады. Осы уақытқа дейін балаға сіз не бере алдыңыз? Ал қазір балаңыздан не талап етіп жүрсіз? Осы туралы ойланғаныңыз дұрыс. Үшінші мәселе, бала неліктен осы өмірден рахат пен ләззатты таппай виртуалды әлемге өтіп кетті? Осы бала виртуалды әлемге өтіп кетуінің менің ана ретінде, ата-әке ретінде қосқан үлесім бар ма, жоқ әлде бұл дүниеге келіп алып өзін-өзі тәрбиелеген менің балам болды ма? Осы 3 сұраққа жауап беру арқылы өзіңіздің сұрағыңызға жауап ала аласыз деген сенімім мол. Рахмет. Жақсы, рахмет Маржан, хабарласқаныңызға. Құрметті радио тыңдаушы қауым, 20 сағат 15 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толқында жан әлемі психологиялық танымдық хабары. Тұрақты психолог Нұргүл Молдабайқызы сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Хабарласыңыздар, байланыс телефонымыз 712-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55 телефон нөміріне хат қалдыруларыңызға болады. Сіздерден хабар күтеміз. Мадина, осы жерде мен бір нәрсені айтқым келіп тұр. Маржанның сұрағы бүгінгі менің жазбама да бүгінгі тақырыбымызға да негізі сай келіп тұр. Көріп тұрсыз ба? 8-9 сыныпта оқитын балаларда жан дүниесінде не болып жатыр екен? Бұл коронавирусқа жолыққанға дейін жалпы коронавирус бізге қорқыныш әкеліп отыр ма? Жоқ, коронавирус біздегі қорқынышты үдетіп отыр ма? Анықтап отыр ма? Яғни неліктен 8-9 сыныптағы оқитын бала виртуалды әлемде? Яғни осы әлемнен рахат, ләззат таппай отыр ғой. Түсіндіңіз ба? Сонда адам өзінен ләззат таппағанда, өзінен емес, осы өмірден. Міне, тап қазір 20 сағат 15 кетті ма? Тап осы жерде мен виртуалды әлемде отырған жоқпын, Мадина. Мен сізбен бірге отырмын. Өйткені осыдан мен мән көріп отырмын. Сіз де осыдан мән көріп отырсыз. Қарым-қатынастан. Яғни осындай қазір екеуміздің арамызда мәні жоқ қарым-қатынас болатын болса, мен не істеймін? Телефонға үңілесіз, басқа жансыз затқа қарайсыз. Иә, сондықтан бұл адам бойында негізі экзистенциалдық тұрғыда осындай қорқыныш деген сондай түрлі сезімдер болады ғой. Берілген да адамға сезім берілген. 62 тамыр дейді қазақта мысалы үшін. 62 түрлі сезім берілген. Осы сезімдердің қайсысы үдеп тұрса, сырттан келген дүние сол үдеп тұрған сезімді тек қана шетінен былай тартады. Билеп алып кетеді. Билеп алып кетпейді. Сол мысалы үшін қуаныш сезімі үйлеп тұрса, коронавирусты мен деген елемеймін. Ал қорқыныш сезімі билеп тұрса, бойымды, онда коронавирус әшейін бензинге сіріңке жаққандай. Түсініп тұрсыз ба? Міне сондықтан да осы 8-9 сыныптағы балалардың бойында қазір қорқыныш көп па? Реал виртуалды өмірде неге отыр олар мысалы үшін да? Яғни осы мәселе төңірегінде бүгін әңгіме қозғасақ жақсы болар еді. Жақсы. Нақты осы коронавирусқа қатысты менің тағы да сауалым туындап тұр, бірақ тыңдаушы екен, байланыста болсақ. Сәлеметсіз ба? Тікелей толқындасыз? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Нұргүл Молдабайқызы, мен сізге сұрақ қойсам деп едім. Айналайын көкем-ау, менің қара көз, менің қазағым-ау, атыңызды айтыңызшы, сіз барсыз ба осы өмірде? Есімім Айжан, Қостанай облысы Тоғай жерінен хабарласып тұрмын. Айжан, мен сізге Айжан деп сөйлеген кезде Айжанды елестетем көзімнің алдына. Сондықтан мен Айжанға жауап берейінші. Рахмет. Мен тұрмысқа шыққаннан 2 жыл, жолдасымен көбірек ұрыса берем не үшін, және де оны қалай өзім сезуіме болады. Сіз қазір осы сұрақты қойып отырған кезде қандай сезіммен қойып отырсыз? Яғни сіз күйеуіңізді тыңдатқыңыз келіп отыр ма, жоқ әлде күйеуіңіз екеуіңіз бір жақсы өмір сүргіңіз келе ма? Байланыстан үзіліп кетті ау деймін. Негізі Айжанның қолында сәби бар секілді. Сәбиін көтеріп жүріп тілдесті ау деймін. Яғни 2 жылдан асты
тұрмысқа шыққанына күйеуімен жиі ұрыса береді Айжан, түсінігім бойынша. Енді соған не істесем болады деген сұрақ болды. Бұл тұста мәселенің ара жігін ажыратып алу керек, Мадина. Егерде күйеуіммен ұрыса берем, бұл Айжанның бойына қандай сезім тудырады екен? Яғни, бұл үрей сезімін тудыруы мүмкін бірінші. Күйеуіммен ұрыса берем, күйеуім кетіп қалам екен. Екіншісі, күйеуіммен ұрыса берем, күйеуімді мойындатуым керек пе екен? Яғни бұл жерде күйеумен ұрысады. Жоқ, не үшінді қоя тұрыңыз. Күйеуімді мойындатуға деген сезім басым да. Ал үшіншісі, не істесем болады дейді. Көріп тұрсыз ба, сонда мысал үшін, мен алдыма келген ата-анаға мен айтам. Мысал үшін, Мадина ана болып келіп отырса, менің баламмен мәселем бар деп. Мен Мадинаға айтам. Мадина, балаға не берем деме. Балаға не беруге болмайды. Балаға кімді берем де. Екеуінің айырмасы бар ма? Яғни өзіңді. Я, кімді берем де. Сен өзің балаға беруге өзің барсың ба? Айжанның сұрағын қараңызшы. Күйеуім екеуміз 2 жыл болды ұрыса береміз. Бұған не істеймін дейді. Айжанның өзі бар ма? Өзі жоқ қой, өзі жоқ. Айжан нені қалап тұр? Ұрысқым келе ма? Ұрысқысы келмейтін шығар да. Яғни бұл жерде бір нәрсені шешу керек. Айналысу керек. Нан илеу, әйтпесе анау үй сыпыру деген сияқты бірдеңені әйтеуір бірдеңемен айналысу керек. Ал Айжанның өзі болып тұрма осы жерде? Мен жақсы қарым-қатынасқа лайықпын деп тұрма осы жерде? Белгісіз қалып кетті. Яғни Айжан өзі қарым-қатынасқа лайық болатын болса, онда ол күйеуімен ұрысудың орнына, күйеуі өзінде болатын болса, күйеуі де ұрысудың орнына екеуі әңгімелесе бастайды. Екеудің әңгімесі басталады. Сондықтан да бұл жерде мен Айжанның өзіне сұрай алмадым, мынау Маржаннан сұрағандай. Бірақ жауап бердік деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Нұргүл, бізге WhatsApp желісіне хат келіп түскен екен, соны оқып берсек. Есімім Әсел дейді, сәлематсыздар ма деп бастапты. Психолог ханымға сұрағым бар дейді. Неге адам өзін төмен санайды, не істеуге болады дейді. Жауаптарыңыз үшін рахмет дейді. Яғни адам не үшін өзін төмен санайды? Егер де мен бала кезімнен бастап әкем мен анама жалтақтап қарасам, қорқып қарасам, әкем мен анамнан қауіп іздеп қарасам, осылар мені қашан ұрып жіберем екен, соғып жіберем екен, теуіп жіберем екен деп құмырсқамен кенедей қарасам, әкем мен анама, бұл менің бойыма сіңеді. Содан кейін мен өзгеге де төменнен қараймын. Бұл бала кезден келе жатқан дүние болуы мүмкін. Сондықтан да, егер Әсел өзі төменнен қараса, о баста, өмірінің басында, кімге төменнен қарады екен? Сол туралы мамамен жұмыс істеу керек. Кімнен өзін төмен санады екен? Иә. Адам емес, зат ретінде қаралған болып тұр ғой. Осыған назар аудару керек. Егер де ата-анасынан өзін төмен санаса, онда басқалармен қандай қарым-қатынас болады? Солай ма? Ата-анасы негізі оған қолдау көрсету керек. Ол өзімнің адамым деп қабылдау керек қой. Бірақ ата-анасынан өзін төмен санап тұрса, онда қоғамда өз орнын қалайды. Мысалы үшін, бұл жерде енді ата-анадан төмен санау деген жалпылама ұғым, бірақ та Мадина, бұның да ара-жігін ажыратып алуымыз керек. Егер мұнан қараңызшы, міне бір жағынан ата-анамнан төмен санау деген 2 түрлі мағына білдіреді. Мен төмен санап көріп өсейін, осылай болып өсейін, бұл деген маған әлемнің жақсылығын беріп тұрған жан, осы маған мейірім беріп тұр деп осыған жетік болып өсейін деген бар. Солай қарады бар. Ал екінші қарау бар. Үркіп қарау бар. Жалтақтап қарау бар. Мен бірдеңені дұрыс демесем, ата-анам ұрып жібере ма? Теуіп жібере ма? Бұл қарау, төмен қарау, бұл өте басқа қарау. Сондықтан қалай қарау басым болды екен? Мейіріммен қарады ма, қорқынышпен қарады ма? Иә, сол қалай төменнен қарады екен, қандай сезім арқылы төменнен қарады екен, соны біз ара жігін ажыратып алуымыз керек. Содан кейін барып қана
бұл адамнан төмен қараған кезде қандай сезім бірінші оянады? Сол мен жұмыс істейді маман арқылы. Әйтпесе өзі де қазір бір нәрсені ұғынып отырған болар. Жақсы, түсінікті. Енді Нұргүл, жаңа сөз барысында біз коронавирусқа тоқталдық, адамның үрейі, өлім мен өмірге кездесуі. Жалпы тосын дүниелерге дайынбыз ба, жоқ па деген секілді тосын дабылға. Мысалы, кеше барлығымыз дүкен аралап кеттік. Аптека жағалап кеттік. Сіз де араладыңыз ба дүкенді? Араладым. Мен де адаммын ғой. Иә, сіз де адамсыз, мен де адаммын. Мен дүкенге баруға уақыт таппай жүрмін. Бүгін барам мен де. Иә, біз дүкенге бардық, нан алуға бардым, бірақ кезек мүмкін емес ана жерде. Бір нанды алып кету, тіпті адамның көптігін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сонда адамның барлығы бір-біріне үреймен қарайды, бір-біріне қорқынышпен қарайды. Мен айттым, менің затым аз, өтіп кетсем бола ма деп сұрадым. Көп жаңа азық түлік өте көп алған адамнан рұқсат сұраған едім. Жоқ, кезеңді күт деп, кәдімгідей тіпті менімен тілдескісі келмейді. Сосын дәріханаға да бардым. Жаңағы алатын дүниелерді алу керек деп, маска бар ма, тағы дүниелерді алып қойайын деп, сіңіліме, бауырыма. Ол жерде де кезек көп. Осы жерде өте қызық дүние, Мадина. Сіз дәріханаға барып тұрсыз, маска алуға. Бірақ сіз сіңіліңізге алуға барып тұрсыз. Не байқадыңыз? Өйткені сіңілім көпшілікпен көп жұмыс жасайды. Соны сақтандыру үшін. Мадина, сіңіліңізге маска алуға бардыңыз. Иә. Осы жерде өзім жоқпын ба? Өзіңізден бұрын сіңіліңіз жоқ. Сіңілім өз-өзін қорғай алмайды деген. Қорғай алмайтын болып тұр ғой сіңіліңіз. Сіңіліңіз қанша жаста? Менен 10 жас кіші, 25-те. 25-те. 25-те қыз өзі барып аяғымен маска сатып ала алмайды. Ол қол босамайды, таңертең 7-те кетеді, кешкі сағат 7-те. Жарайды, енді тікелей эфирде сізді алқымыңыздан алмайын. Менің алдымда отырған жалғыз адам болғаннан кейін. Сол енді менде сұрақ, біздегі кешегі үрейді, я болмаса кешегі жағдайды, тіпті мен маман ретінде, журналист ретінде деп айтпай қояйын, адам ретінде мен түсіне алмадым өзімді. Бірақ жаппай елдің бәрі дүкенге жүгірген соң мен бару керек деп түсіндім. Дәріханаға барған соң бару керек деп түсіндім. Бұнда менде қандай психологиялық ауытқу, я болмаса бір енді сіздің өз басыңызда енді бір ауытқуды көріп тұрған жоқпын. Ауытқу деп мен қатты айттым деймін негізі. Жүгіріп жүрген халықтан да ауытқу көріп тұрған жоқпын, бірақ енді таңертең осы жазбамды жеті болмай ма жарияладым ғой. Менің өзімде де бір үрку, қорқу сезім болып тұр ғой, содан кейін жарияладым. Құдай-ау, не болып кетті дүние деген сияқты да. Бұл жерде менің айтқым келген дүние, енді мынау жаңағыдай бұл Барклиге келейік. Бұл өзі мына бала қалай аман қалған бала, иә? 26 жастан аман қалған. 26 баланың ішінен бір ғана. Жалғыз бала. Иә. Бұл балалар деген өте, енді мен тереңіне барып оққан жоқпын, бірақ та өте жас балалар, мысалы үшін 10 жас, 9 жас, 8 жас аралығындағы сондай балалар, ұрланған балалар. Сонда дейді, бұның кейіннен сұрап, осылай сыр тартқан кезде 25 бала сондай үңгір сияқты бір лашықта қамаған, сөйтіп тастап кеткен террористер. Сол жерде ана төбесі түсе бастапты. Ненің, үңгірдің. Сол 25 бала, 26 бала сол жерде болды, енді өлдік деп өліммен келіскен да сол жерде. Болды, біз енді өлдік деп жылағаны бар, аңырағаны бар, басқасы бар. Осы жерде Боб Баркли отырыпты да, сөйтіп айтыпты. Мен ойнағым келеді. Мен өмір сүргім келеді. Бәрібір біз өлетін болсақ, давай мына жерді қазайық депті. Сөйтіп 25 баланы соңынан ертіп, соны қазыпты. Сөйтіп сол жерде шыққан. Бұл жерде көріп отырсыз ба, 25 бала үшін өз өмірінің маңызы жоқ. Ал бұл Баркли үшін маңызы бар. Маңызы бар болып тұр. Оның өмір сүргісі келіп тұр.
Ал енді сіз қараңызшы, бізді макарон құтқара ма, жоқ, бізді коронавирустың ең алғашқы белгілері болған кезде, дер кезде дәрігерге барғанымыз құтқара ма? Бізді азық түлік құтқара ма, жоқ әлде дәрігер ме дейсіз ғой? Иә. Дәрігер? Иә. Сонда мен азық түлік алуыма не себеп? Ауру келген кезде алдымен сонда менде ұйықтасам түсіме кірмей тұр ма сонда? Мен аурудың бір белгісін сезген кезде дәрігерге барсам, ол Біртанов ағамыздан бастап бүкіл дәрігерлер маған қызмет етеді деген сонда ой келмей тұр ма маған? Не болып тұр сонда, Мадина? Маған келмей тұр ғой. Макарон жеңетіндей болып тұр ғой мені. Түсіндіңіз ба? Осы тұста дәрігер мен макаронның ара жігін ажыратып алуымыз керек. Деп ойлаймын, ары қарай жалғастыра жатармыз. Біреу хабарласып тұр ма қазір? Иә, бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Тыңдаушыны күттіріп қоймайық. Жақсы, байланысқа қосайық, сосын әңгімемізді әрмен қарай өрбітеміз. Сәлеметсіз ба, тікелей толқындасыз? Сәлемет пе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Шалқар радиосы ма? Қазақ радиосы. Қазақ радиосы. Мен Шалқарға онда қателескен екенбіз ғой, қарағым, кешіре қой. Ана жауабын берейін деп едім бір сұрақтарыңа. Жақсы, көп рахмет. Бізде қазір Шалқар радиосында да және Қазақ радиосында да қатар тікелей эфир жүріп жатыр. Сол Қазақ радиосының нөмірін берген ғой. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқында жан әлемі психологиялық танымдық хабары. Қояр сұрақтарыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8717 2 72 75. Қайталап айтайын. Нұргүл, сіздің жаңа маған айтқан жауабыңыз Сізге қатты әсер етті. Сіңліңіз туралы ойланыңыз, сіңліңізбен қарым-қатынасыңыз туралы. Иә, байланыс телефонды қайталап айтып кетейін. 8717 2 75 72 75. Сонымен қатар WhatsApp желісі де сіздер үшін қызмет етеді. 8700 753 33 55. Қадірлі радио тыңдаушы қауым, хабарласыңыздар, хат хабар күтеміз. Ал Нұргүл, осы WhatsApp желісіне тағы да хат келіп түскен екен. Оқып берейін, е? Саламатсыздар ма? Менің есімім Айгүл. Сұрағым, күйеуім екеуміз сөзге келісіп қалған кезде, күйеуім баяғы өтіп кеткен, келіспей қалған кезде, өтіп кеткен нәрсені айтып, қатты дауға айналып кетеді. Өзінікі дұрыс болмай тұрса да, мені басып тастауға тырысады. Қандай кеңес бересіз? Мен де қателігін қозғап, ұрысып жалғастырайын ба әлде дейді. Ұрсайын ба дейді. Мадина, мен деген бар ғой. Осы біз бүгін коронавирус туралы айтамыз ба, айтпаймыз ба? Бәрінің айтатыны бір күйеудің жағдайы. Әйелдер үшін отбасы құндылығы маңызды болып тұр дейміз. Психология деген әйел мен күйеудің арасындағы ғана байланыс болып тұр. Солай түсінеді. Бұл жерде айтқым келген бәрі осы коронавирусқа байланысты. Мына сұрақтың өзі коронавирусқа байланысты, мен сізге айтайын. Себебі, бұны қалай байланыстырайын деп тұрсыз? Маңызды болып тұр. Мынаны қараңызшы. Мен күйеуіммен ұрысқан кезде күйеуім өткенді алға тартып бетке басады. Мен солай істесем дұрыс па дейді. Не түсініп тұрсыз осы жерде? Сонда біріншіден күйеу тарапынан тап қазіргі екеуміздің арамызда қарым-қатынас жоқ. Яғни күйеу деген өткенде қалып кеткен, өткен шақта. Өткен шақтан үн қатып тұр ғой. Яғни мен мысалы үшін бүгін 20 наурыз дейік, екеуміз әдемі өмір сүріп отырмыз. Кішкене мен тиіп кетсем, жанасып өтіп кетсем қасыңнан, онда 89 жылға әңгімені қозғайсың. Яғни күйеу қайда? 89 жылда, дұрыс па? Сонда екеудің арасында қарым-қатынас бар ма? Күйеу 89-да, иә. Әйел мынау деп қазір осы тұста. Значит, екеудің арасында қарым-қатынас жоқ. Екеуі де өткен шақтың әңгімесін айтып дауласып отыр. Әйел осы тұста, ал күйеу 89 жылда да. Сонда әйел мен 89 жылға барайын ба деп сұрап тұр. Енді сол айтады, сонда әйел айтады. Бұл да маған 89 жылда өмір сүреді.
Ал мен мынау 2020 жылдан өмір сүріп тұрмын оған. Анау 89 жылдан. Сонда бұл не болып кетті деген сұрақ қойылып тұр. Ал енді қараңыз. Бұл әйелге тап осы сұрақта. Нұргүл, мен күйеуім өткен шақта. Біз осы шақта өмір сүргіміз келеді. Екеумізге қарым-қатынас керек деген саңылауында бар дүние болып тұр ма? Жоқ. Күйеуге қалай кек қайтарсам болады дейді. Бүгін мен негізі батыра сөйлеп отырмын. Байқадыңыз ба? Менің өзім қобалжып кеттім ғой. Яғни Мына тізіп қойған сұрақтарым қойайын ба, қоймайын ба? Мына сұрақтың ішінен де коронавирус тауып болса не болады деп. Жоқ, менің бұл жерде айтқым келген дүниесі, қараңызшы, мысал үшін Айжан қойып отыр. 8-9 сыныптағы баласы жоқ. Менің дегенім болу керек. 3 жасар баланың әңгімесі. Әсел қойып отыр. Ұрысқаннан басқа осы ұрсуды қалай жеңсем болады? Жақсы қатынасты тілеп отқан Әсел жоқ. Мен адамнан өзімді төмен сезінем. Яғни өскен бала жоқ. Кім төмен сезінеді өзін? Бала төмен сезінеді да, осылай жоғарға қарамай ма бала? Яғни өскен бала жоқ. Бала күйінде қалып кеткен. Енді мынау келесі қойып отырған адамымыз не дейді? Екеуміздің қарым-қатынастан гөрі қалай кек алсам дейді. Сондықтан осы 1, 2, 3, 4, 5 сұрақ қойылды. Одан қалса хабарласып жатыр. Осы жерде өзінде өзі бар адам хабарласты ма бізге, Мадина? Мен бұл жерде батырып айтып отырған жоқ, мен ашынып айтып отырмын. Өзінде өзі бар, өзім үшін бір жақсы дүние берің, жақсы дүние керек деген адам хабарласты ма бүгіндікке? Бұл сізге сұрақ. Түсіндім. Нұргүл, өзінде өзі бар адам, яғни өз жағдайымды қайтсем екен деп бір тыңдаушы хат жазыпты қазір. Яғни Айбек есімді азамат. Иә. Сәлеметсіздер ма? Есімім Айбек дейді. Мен сұрақ қояйын деп едім. Неліктен соңғы кезде өмірге деген көзқарасым көңілсіз болып барады? Бұлайша айтқанда ешқандай нәрсеге қызығушылық жоқ. Және адамдардан көңілім қалған сияқты дейді. Қалай өмірге деген көзқарасымды жақсартсам болады? Жасым 20-да дейді. Айбек, көкейім, 20 жаста, бала, адам дейік. Балалық шағы аяқталып, ересек өмірге, яғни 1-ші қабаттан 2-ші қабат емес, енді 5-ші қабатқа көтерілетін уақыт. Түсінікті ма? Сондықтан бұл жерде экзистенциалдық кризис деген пайда болады. Яғни бұл деген бір болмыстың ескіріп, екінші болмыстың пайда болатын тұсы. Балалықтың өліп, адамның жастық шағының, ересектіктің пайда болатын тұсы. Ересек өмірге қадам басады. Қадам басу. Осы тұста баланың бойында 2 ойлы дүниелер кездеседі. 2 ойлы болып жүреді бала. Бұл табиғи құбылыс. Бала, адам шешім қабылдайды. Осы балалық шақта, инфантилді тұрғыда, жауапкершіліксіз өмір сүріп қала берсем бе екен? Жоқ әлде, ересек өмірде мен қолымнан келетін, жүрегімді естейтін, өзім болып адам ретінде қалыптасуға күшім самам жете ме екен деген сұрақпен кездеседі. Бұл да табиғи психологиялық құбылыс. Сондықтан сенің бойында кездесіп отырған мәселе ол табиғи құбылыс деп қарап, бала болып, сақалың шыққанмен бала болып қалсаң, не күтеді сені өмір? Әйтпесе сол сақалыңа сәйкес ересек болып өмір сүрсең, не жасай аласың бұл өмірде? Қандай өміріңнің мәні пайда болады? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы бұл экзистенциалдық кризистен өтесің деген үміттемін. Жақсы, түсінікті. Балалық пен ересектің соғысы кезеңі бұл. Ал адамдарға сенбеймін, көңілім қалып барады дегеннің барлығы соның ішіне кіреді.
әрине соның ішіне кіреді. Өйткені ол деген әлі былай болып тұр ғой. Оң көзі әлі баланың көзі, сол көзі ересектің көзі. Содан кейін деген арасында мына ересектің көзін бүйтіп жауып қояды да Мадина. Соң баланың көзімен қарайды, осылай төменнен. Осы тұста бір дұрыс емес сияқты. Ал соны өзгертуге өзінің әлі келетінін әлі балалық шағы біткен жоқ. Мысалы үшін қараңызшы, қазіргі әлемдегі психологияда, мен өткенде бір жақсы журналистке бердім, осы туралы бір сұхбат. Әлемдегі психологияда 21-22 жасқа дейін осы балалық аяқталып, осы болмыс қалыптасып бітеді дейді да. Ал біздің қазағымыз осы туралы не деген? 25-те жылқы жас дейді. 25-те адам болмысы толық қалыптасып бітіп, ересек өмір басталады дейді. Атам заманда. Яғни 25 жасқа дейін ойда бұндай күдіктің болуы, екі ойдың болуы табиғи құбылыс. Бірақ осы тұста маман арқылы, әйтпесе өзіне деген сенім арқылы осы кризистен ары қарай өтіп, ересек болуға, жылқы жасына жетуге мүмкіндік бар. Адам бойында оған жаратқан да, табиғат та мүмкіндік берген. Жақсы. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тағы да естеріңізге сала кетейік. Міне 20 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толқында жан әлемі психологиялық танымдық хабары. Қояр сұрақтарыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз тағы да хабарлап өтейін. Енді міндетім хабарлап өту. 8-712-75-72-75 8-700-755-33-55 хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Сіздердің кез келген психологиялық сұрақтарыңызға психолог маман Нұргүл Молдабайқызы жауап береді. Ал енді қазір жалпы осы коронавирус демей ақ қояйық, жалпы осы қазіргі таңда болып жатырған қауіпті құбылыс болып жатыр ғой. Осы тұста енді жалпы сұрақтар келді ме екен? Жоқ, екеуміз тіл қатсақ бола ма екен осы жерде? Нақты коронавирусқа қатысты ма? Жалпы осы тұста психологиялық тұрғыда адамдарға қандай кеңес беруге болады деп те? Жақсы. Бұл тақырыпта қазір қоңырау келіп түсті, одан кейін жалғастырайық әңгімені. Саламатсыз ба, тікелей толқындасыз? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Анау, аты жөнім Ербол болады. Ербол. Шымкент қаласыңыз отыр. Алло. Иә, Ербол, тыңдап тұрмыз сізді, сұрағыңызды қоя беріңіз. Жаңа психолог апайға айтайын деп едім да. Анау психологияда только өзіңді ойлау керек туралы айтып жатқан сияқты да. Негізі біздің мұсылман қазақтарда, қазақтың несінде ұрпақ үшін өмір сүрген ғой. Ұрпақ үшін, Ешкім өз үшін, иә. Басқа нелерде, мысалы, басқа ұлттар бар емес, басқа дінде. Солар, мысалы, орыстарды алатын болсақ, оларда өздері үшін өмір сүреді. Ол біздің өзіміздің психологияны зерттеп, сол бойынша жұмыс жасады деп ойлаймын. Рахмет сіздің Ербол пікіріңізге, бірақ та менде байланыстан ажырамаңыз. Иә, осы жерде менде бір сұрақ пайда болып тұр сізге. Ербол, мынаны қараңызшы. Егер мен Нұргүл өзімде жоқ болсам, өзім дегенде менің мүддемді, мысалы үшін мынау 8-9 сыныпқа байланысты Айжан хабарласқан кезде мүддесінен өзін алшақтатып алдық қой да. Яғни өзім адам ретінде қалыптаспасам, ересек ретінде өспесем, мен бойыма білім сіңірмесем, ілім сіңірмесем, мен балама мысалы үшін не бере алам? Яғни осы жерде мен өзім мысалы үшін сол 5 жастағы күйімде қалып кетсем, ұрпаққа мен беруім көп па, жоқ әлде ұрпақтан менің тілеуіммен, ұрпақтан менің дәметуіммен талабым көп па? Сондықтан да менің айтатыным бұл жерде, енді сіз өз пікіріңіз өзіңізде ғой енді. Бірақ та осы жерде сіз мені дұрыс түсінгеніңізді қалаймын. Менің бұл жерде өзім бол дегенім өзіңнің мүддеңді ойла деген жоқ. Мысалы үшін егер дұрыстап қара ойласаңыз, мен Айжанға айттым. Сіз өз мүддеңізге жету үшін балаңызды жоқ деп санап отырсыз дедім. Ал осы жерде айтатын дүние, мен өзімде бар кезде, мен адам ретінде толық қалыптасқан кезде,
ұрпақтан дәметкеннен гөрі, ұрпақтан талап еткеннен гөрі, мен ұрпаққа беру туралы ойлаймын. Сондықтан мен, мысалы үшін, шелекте су болмаса, нені береді ол шелектегі су? Тура осы сияқты өзім деп ойлау, ол мүдден ойлау емес. Мен не бере алам? Осы өмірге неге келдім? Осы өмірменен жауап күтеді. Осы жерде не бере алам деген сияқты өзіңізге назар салу, мына ішіңізге мен боспын ба, қуыс кеудемін ба, тірөлікпін ба, жоқ әлде мен тірі жан ба деп үнемі сұрақ қою туралы айтып отырмын. Осыны ашып бергеніңіз үшін Ербол, рахмет сізге. Өзім дегенді мен тарқатуға сіз әсер еттіңіз. Мүмкіндік беріңіз. Иә. Ербол, сұрағыңыз бар ма тағы? Жоқ. Рахмет, Ербол, хабарласып. Негізі жалпы психология десе, адамдардың сондай түсінік қалыптасқан. Мен ойлаймын, сол құрғақ даналардың, құрғақ сондай ақпараттардың, бар ғой, ақпараттардың. Дана дегенді сіз кавычкада алып отырсыз ба? Иә, тырнақшаның ішінде. Данышпандардың, иә, солардың ақпарат беруінің сауатсыздығынан қазір психологияға қатысты түсінік те басқаша. Әрине. Психологқа бардың десең, сені не басқа адамдардың санатына қосады, я болмаса өзін ғана ойлайды, менменшіл, өзімен ғана жұмыс істейді, басқаны ойламайды деп түсінеді. Өйткені осы психологиялық хабар ашылған кезде, мен Нұргүл енді орай келіп отыр ғой, айтайын, сендер не айтасыңдар деп пікір айтқан журналистер де болды. Кейін хабарды тыңдай келе, көп дүниеге көкірек көздері ашылды десем де болады. Адам яғни өзін бар деп санамаса, біреуге қалай көмектеседі. Өзін танымаса, біреумен қалай жұмыс жасайды. Өзінде ешқандай ресурс, білім жоқ болса, басқаға қалай береді. Құдай-ау, қатынас деген екеудің әңгімесі. Мысалы үшін қараңызшы, маған бір оқушы келеді. 1,5 жасар баласын үйде тастап келіп оқып отыр. Содан кейін неге келдің дедім. Салтанат, неге келдің? Сөйтсем, Салтанат маған айтады: менің мына жерге келгенім дейді, мен анасыз өстім. Менің дейді тірі анам болды дейді. Бірақ түрелік анам болды дейді. Мен анасыз өстім дейді. Ал менің қазір балам бар дейді. Соған дейді не берерімді білмеймін дейді. Сондықтан дейді, осы жерде Құдай-ау, адам деген кім екен, жан деген не екен, бұл адамның не қалауы бар екен дейді. Осы жерде мен өзім үшін отырыс дейсіз ба дейді. Балама не берем деп отырмын дейді. Сондықтан да осы жерде айтқымыз келетіні, өзім деген кезде бұл менің өзегім деген дүние емес. Өзім деген менің осы өмірмен қатынасым дегенді білдіреді. Осыны ғыну керек. Жасы жаңа ғана бір тыңдаушы WhatsApp желісінде сауал жолдап еді. Мен өзімде бармын дегенді қалай түсіндіріп бере аласыздар? Халықтың көбі психологиялық білімі төмен ғой дейді да. Оны халық дегенде кейбір адамдардың деген сауалына осы қазіргі біздің әңгімеміз жақсы жауап болған секілді. Яғни біз екі бірдей тыңдаушының сұрағына жауап бердік. Осы ретте. Енді Нұргүл, міне WhatsApp желісінде толассыз хаттар келіп жатыр. Бұның әрқайсысына біз сізді білем ғой. Адам дегенде сіздің көзқарасыңыз басқаша, яғни қандай екен менің көзқарасым, Мадина? Не мына сұрақтардың бәрі бір-біріне ұқсайды да, бәрін жинап бере салсам, сіз қазір тағы маған бірдеңе айтайын деп тұрсыз. Ал жеке-жеке тоқталайын десем, отбасы құндылығы туралы айтқан, күйеуімен қарым-қатынас туралы айтқан, баласымен қарым-қатынас туралы айтқан. Сосын неге өзімді жоғалтып ала берем дейді. Міне дәл қазір көз алдымда 5 хат тұр, 5-еуін де ашып оқыдым. Сонда мен не істесем болады деген секілді. Өзіне қатысты емес, көп жағдайда қарым-қатынасқа қатысты сұрақтар жолдаған. Отбасыда күйеуі ішеді, ұрады. Қарым-қатынас демей ақ қойыңызшы, өзге туралы деңізші. Иә, өзге туралы. Балама қатысты не істеймін? Қараңызшы, мен 8-9 сыныптағы балама қалай тыңдатамын деп отырмын. Сол күйеуім ішеді, ұрады, шыдап жүре берейін ба деген сауал келіп тұр. Есімін жазбапты. Сосын тағы бір замандасымыз, жас, яғни біз қатарлы, күйеуім жаңа құмар ойындарға өстейді. Оны қалай тоқтатам дейді. Сосын тағы бір егде жастағы кісі жазған екен, мен күйеуім ұрып соғады. Себепсіз. Не істеймін? 3 әйелдің де сұрағы
күйеумен өзгемен мәселе? мына жерде де күйеумен бірнеше сұрақ болды. Бұның бәрі енді мен жеке қазір оқиын десем бір-біріне ұқсас сұрақтар болып тұр да, жалпы отбасылық құндылыққа қатысты. Міне оның үстіне қазір міне Зәмзәгүл Уәлиханқызы 3 минут бар деп бізге көрсетіп тұр. Енді 3 адамның пікірін біз 3 минутқа сыйдыра аламыз ба? Осыған 3 адамның пікірінде коронавирус туралы да сыйдыра аламыз, Мадина. Жақсы. Мынаны қараңызшы. Мен адам ретінде үнемі байланыстамын. Мен ауамен байланыстамын. Мен мына отырған кресломен байланыстамын. Мен қазір сізбен байланыстамын. Мен қазір Зәмзәгүлмен байланыстамын. Мен қазір Едеммен байланыстамын. Яғни біз үнемі байланыстамыз, қарым-қатынастамыз. Бірақ бұл қарым-қатынаста болған мен, түсінесіз ба? Мен осы жаратқанымның берген 62 тамырыммен, жаратқанымның берген түйсігімен, жаратқанымның берген санасымен, яғни осы табиғатыммен осы жердемін. Ал егер осы жерде өзім болған кезде, осыған қатысты менің позициям болады. Ұстанымыңыз. Иә, мен кәдімгі осылай тұрамдағыны, мен мысал үшін Зәмзәгүл 3 минут деді ма, 3 минутқа сидіріп жауап беруім керек. Ал егер осы жерге коронавирус келді ма, значит мен дәрігерге дер кезінде баруым керек. Әйтпесе күйеуім мені ұрып жатыр ма, мен ұрылатын, соғылатын кірпішпін ба? Деген сияқты адам өзінің позициясын анықтап алу керек. Яғни осы жерде көріп тұрғанымыз, бүгінгі келген сұрақтардың бәрінде адам өзінде жоқ, құргеуде. Енді қазағымның бәріне топырақ шашпай-ақ қояйын. Бірақ та келіп жатырған сұрақ иелері сол туралы болып тұр. Сондықтан да бұл жерде енді айтатын дүние макарон биік па, адам биік па? Макаронды кім істеді? Адам істеді. Яғни мен аурумен әйтпесе қиындықпен кездескен кезде мен бірінші адам ретінде өмірімнің құндылығы болса, онда осы өмірдің құндылығын сақтауға, өмірімді сақтауға, құндылығын білуге қазіргі таңда ғылым да, ілім де, білім де барлығы маған мүмкіндікті берген. Яғни адамға сеніп, жаратқанға сеніп, білімге сеніп, ілімге сеніп, қатынасымды түзей аламын. Коронавирус бізден төмен. Бізден адамнан биік емес. Адамнан биік емес. Түсінікті. Нұргүл, көп рахмет. 1 сағат міне өте шықты. Жан тәніңізбен барлық сұраққа шамаңыз келгенше жауап беріп отырсыз. Мен де өзіме біраз жауап алдым. Алдыңызда ұялып та отырмын. Десе де, кез келген нәрседен біз сабақ аламыз ғой. Сабақ алу арқылы өзімізді шыңдаймыз және үйренеміз, әлі аларымыз көп. Келесі жұмада тағы да тілдесеміз тікелей толқында. Құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздерге де құлағдар етейік. Көп рахмет, хат жазып, хабарласып, бүкпес ойларыңызды ортаға салғандарыңыз үшін. Келесі жұмада тілдескенше сіздермен бірге болған мен Мәдина Махамбетқызы және әріптестеріміз Зәмзәгүл Уәлиханқызы, Назар Найзабек және де психолог Нұргүл Молдабайқызы. Менің, Мәдина, осы жерде бір ауыз қорыта айтқым келіп отқаны, бұл жерде өзіңізден талап етіп отырғанымыз адам болайық, бірге болайық. Үрейде сіздің бойыңыздағы 62 сезімнің біреуі ғана біз биік болайық деген шақыру. Ірі болайық, тірі болайық, бүтін болайық дейсіз ғой. Да, иә. Осы тыңдаушымыздың жүрегіне жетті деген үмітпен аяқтап отырмын. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Ақыл адам